Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін асқабақ дәнегінің пайдасы туралы сіздерге әңгімелейтін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, комментарийға өз пікіріңізбен бөлісе кетіңіз. Асқабақ дәнектерінің құрамында жүрек жұмысын қалыпқа келтіре алатын магнийдің жеткілікті мөлшері бар. Асқабақтың дәнегі мидың жұмысын да жақсартады. Ішек үшін де пайдалы. Ішек құртымен күресе алады. Асқабақтың дәндері халық медицинасында ішек құртқа қарсы қолданылатын ең әсерлі құрал. Паразиттермен алысып жүретін адамдар дәнектерден кейін көп уақыт өтпей жатып, бар қиындықтан арылып жатады. Теңіз ауруына шалдыққан науқастарға асқабақ дәндері ауадай қажет. Олар қатты ауытқу кезінде пайда болатын жүрек айнуын басады. Ал жүкті әйелдерге жүктіліктің ең алғашқы айларында маза бермейтін жүрек айнуларымен жақсы күресе алады. Көптеген болашақ аналар асқабақ дәнектерінің арқасында жиіркектіктің ең қиын кезеңдерін жеңе алады. Ерлерге асқабақ дәнектерінде жеткілікті мөлшерде омега-3 майлы қышқылдары мен цинк бар. Олар еркектердің ағзасында темір деңгейінің төмен түсіп кетуінің алдын алады. Мынаны ескерген жөн: асқазан ішек жолдары қатты бұзылған болса, ішек жолдары зақымданған, асқазан шырынының қышқылдылығы жоғары адамдарға асқабақ дәнектерімен әуестенбеуге кеңес беріледі. Егер сізді іш қату мазаласа, мына смузиді дайындап көріңіз. Ол үшін 2,5 қасық асқабақ дәнін осылай ыдысқа саламыз және оның үстінен 100 грамм қайнаған суды құямыз. Оны 8 сағатқа қалдырамыз. Яғни кешке дайындап қойсаңыздар, таңертең аш қарынға ішуге болады. Адамның ішегіндегі таспа құртты түсіру үшін 60-120 грамм асқабақ дәнін суға қайнатып, аш қарынға дәнімен қоса ішеді. 2 сағаттан соң 2 грамм таза сорды сумен ішу керек. Видео сізге пайдалы болса, лайк басып, тіркеліп кетіңіз.